Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгін сіздермен ерекше дизайндағы бигуди жасайтын боламыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Ал бастаймыз. Жылы суымызға бір ас қасық тұз саламыз. Тура сондай мөлшерде қант. Сұйық майымызды саламыз, 2 ас қасық. Одан кейін пакмая дрожжин саламыз. 1 ас қасық жетеді. Одан сәл көп салсаңыздар да болады. Жақсылап араластырамыз осылай. Араластырып 10 минутқа бетін жауып қойып қоясыздар. Ұнымызды аламыз. Енді сол бағанағы суымызды алып, жаймен құйып, осыны қамыр елейміз. Жұмсақ қылып елеңіздер. Жалпы бигудидің қамыры жұмсақ болған жақсы. Жақсы көтеру үшін жұмсақ болған жақсы. Мінекей елеп болдық. Енді осының бетін жауып, ыдыспен. Мен өзім ыдыс жағам бетіне. Тындырып қойып қойыңыздар. Көтерілгеннен кейін. Оған дейін салмамызды дайындай береміз. Ол үшін бізге капуста, сәбіз, пияз керек болады, фарш. Енді осы сәбізді теркадан өткіземіз осылай. Теркаларыңыз качествосы жақсы болу керек. Осылай өткізіп аламыз бірінші. Содан кейін осы өткізгендеріміз бәрін жинап, майда бөлшектерге бөлеміз. Бұл біздің ерекше дизайнда бигудиіміздің ерекшелігі де осында. Яғни ішіндегі қосатын барлық нәрсені осындай кішкентай мөлшерде бөліп шығамыз. Пиязымызды да тура солай тураймыз. Кішкентай кубиктермен тураймыз. Мінекей осылай тураламыздар. Пияз бен сәбіздің мөлшері капустаның мөлшерінен аз болған дұрыс. Капустаны да осылай бірінші ұзынша турап аламыз, ыңғайлы болу үшін. Мінекей. Енді осыны жанынан тағы турап, кішкентай бөліктерге бөліп тураймыз. Осылай турап алыңыздар. Ал міне біздің сәбізіміз дайын, пиязымызды турап алдық. Барлығын біз дайындап қойдық. Енді осыларды майды қыздырып қуыратын боламыз. Біздің майымыз қызып тұр. Фаршты саламыз бірінші. Фаршты жақсылап қуырып аламыз. Прям жақсылап. Бірақ күйіп кетпесін. Фаршты қуырып алғаннан кейін пиязды саламыз. Пиязымызды кемі 1-2 минуттай қуырыңыздар. Бірақ езіліп кетпесін. Осылай жақсылап қуырып алыңыздар. Енді біз сәбізімізді саламыз. Бұны да жақсылап араластырыңыздар. Осылай араластырамыз. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Тіркеліп кетіңіздер, достарыңызбен бөлісіңіздер. Енді капустаны саламыз. Капустаны барлығын жақсылап қуырамыз. Езіліп кетпесін. Пісіріп аламыз. Толыққанды пісу керек. Еті барлығы пісу керек. Тұз саламыз салмасына. Тұздың мөлшерін дәміне қарай өздеріңіз саласыздар. Лабро-берис 1-2, бірақ кейін алып тастаңыздар міндетті түрде. Мен омеганың приправасын қолданамын өзім. Себебі құрам таза бұның. Ішінде артық ештеңе жоқ. Қара бұрышты саламыз. Енді томатымызды саламыз. Томаттың құрамында сумен тек қана томат болу керек. Кейін қамырымыз көтеріліп, әдем пышный болды. Енді осынан май құямыз, кішкентай мөлшерде. Қазір сіздерге жақсылап қарап отырыңыздар. Сіздер қазір өте керемет күшті техника көрсетем. Өте оңай, пышақпен кесіп жүрмейсіздер. Осылай жасауға кеңес беремін сіздерге.
прям уақыттарыңызды экономдайды, бір жағынан барлық біркелкі болып жатыр. Міне қараңыздар, шетінен бастайсыздар. Осылай қолымызға қысып аламыз, бөліп аламыз. Примерно жобасы осындай. Бірақ қолдарыңызды майлап отырыңыздар. Мінекей барлығы қазір біркелкі болып шығады жобамен. Мінекей пирожки істесеңіздер де, басқа нәрсе істесеңіздер де осы техниканы қолдансаңыздар болады. Мінекей біз қамырымызды алдық. Енді осыны жаямыз. Жайғанда да қатты жұқа етіп, қатты қалың қылып жай жүрмеңіздер. Оны да көп болып кетпесін, жабыспай қалады бір-біріне. Аз мөлшерде сеуіп отырасыздар. Мінекей сіздерге жасап көрсетейін, қалай істейтінін. Қарап отырыңыздар. Мінекей бұл пигудиді дастарханға қонақ келген кезде қойсаңыздар өте әдемі көрінеді. Мен өз басым сөйтем көбіне. Мінекей біздің салмамыз, салды көріп тұрсыздар, қатты езілген жоқ, нормально тұр. Енді екі жағын алып, бір-біріне қысамыз осылай. Тура қарама-қарсы екі жағын аламыз. Төрт жақтап қысамыз да, гүл сияқты жан-жағын ашып шығамыз. Мінекей енді төрт жағын осылай ашамыз. Өте әдемі болып шығады. Түрі де, дизайны да шынымен ерекше. Өзіме қатты ұнайды осылай істеген. Өте ыңғайлы бір жағынан. Тез боласын. Ұнға орнатып аламыз. Қазір сізге жобамен қандай болатынын көрсетем. Мінекей қамырымыз осындай болсын, қалыңдығы. 3-4 мм. Бір қасық саламыз осылай. Жаңағыдай істейміз. Осылай төрт жағын ашып шығасыздар. Мантоваркаға салған кезде мұқият болыңыздар. Бір-біріне арасын ашып салыңыздар, потому что бұл піскеннен кейін ісінеді ғой пигуди. Сол кезде бір-біріне жабысып, онша емес болып қалмасын. Тағы бір көрсетейін. Пигудиімізді. Мінекей осылай әдемі болып шығады. Қамырларыңыз жабысып қалмас үшін ұнды себіңкіресеңіздер болады. Прям қатты жабысқақ болып қалғанда дұрыс емес, сондықтан ұн пайдаланыңыздар. Мінекей біз орналастырдық мантоваркамызға. Көріп тұрсыздар, аралары ашық-ашық. Вот пісті бізде. Пигудилеріміз өте керемет болып шықты. Қараңыздар, өте дәмді. Осылай бетіне ас көк сеуіп берсеңіздер, өте әдемі көрінеді. Ас болсын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.